Еліміздің туып биікке көтерілгенде әнұранымызбен қатар көк тудың желбірегені әні шығады. Бұл ән қалай өмірге келді? Ән отанға деген сағыныш. Тәуелсіздік аңсаған жүректен туған ән ғой. Еліміз тәуелсіздік алғанда, дербес мемлекет болғанда, алғашқы жылы Қорғас деген шекарадан отанға бір жолата оралып келе жаттым. Сол тұста көк туменен алғаш тірі жолығуым, ту желбіреп қарсы алды. Сол сәтте туған ән көк тудың желбірегені, елдіктің асқақ өлеңі, жан жаққа тартпай қазағым бір сөзге жинал дегені. Көк тудың желбірегені жаныма қуат береді. Таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керек көк тудың желбірегені деген сөз әр қазақтың жүрегінде айтылмай тұрған сезімін дөп басты. Сондықтан қазақ халқы бүкіл дербестіктің үлкен бір мақтанышы мен қуанышы осы өлеңмен бейнеленіп жатады. Сондықтан әр қазақ бұны жақсы көреді және сүйіп айтады.